Менің есімім Садуақас. Менің есімім Нұршат. Біздер отбасымыз осы Прометей компаниясымен серіктес болып 3 аптада 2,5 миллион пайда таптық. Енді осының тағы бір қызығы, біз осы қазір Прометеймен серіктес болып келе жатқанымызға 1,5 ай болды. Осы кезде 3 миллион 300 таза пайда ала бұйыртса. Солай ма? Біз жалпы қалай Прометейге келдік? Мен өзім неден таргеттен көргенмін, сосын кейін көріп жүріп, что-то болатын бизнес сияқты болып, өзім көруге уақытым болмады, жұмыстарыммен жүрдім. Сосын келіншегем айтты, мынаны сен қараш, что-то қайта таргетке шығып жатыр дедім. Ары қарай келіншегем айтсын, сосын жалғастыратын боламын. Мен жолдасымнан Прометейді көрші деген ұсынысын көрдім. Алып қарауға уақыт, менде де уақыт болған жоқ. Кішкентайлармен ары бері жүрген кезде 2 аптадай уақыт өтіп кетті. Bir күні тағы таргет сияқты келдім. Ашып қараған едім, сабақ болып жатыр екен. Дәулет мырзаның қуанышты күймен Прометейді сатуды аштық деген мәз болған көңіл күйін көрдім да. Алу керек. Бізде бірінші проблема поставщиктер табу қиын болды. Арзан бағада поставщик іздеп барахолкада жүру маған өте қиын болды, кішкентаймен жүру. Содан кейін маған ең үлкен ұсыныс осы поставщик бар, доставка бар дегенге қуанып кетіп, давай жігітіме айттым, давай барып алайықшы осыны деп. Келіншегім айтты, осыны барып көрейік, алайық. Негізі жақсы тема екен. Яланда ар жүрдік, бер жүрдік, мысалға қарасақ, бір күнде 10 товар түсіріп келеміз, бірақ 2 или 1 ғана саламыз, түн жарымға уақыт кетіп қалады да. Сосын осы тема жақсы екен деді, өздері жеткізіп береді, өздері орап береді, бәрі товарлардың барлығы дайын екен деді, склад солай өздеріне склад бар екен деді. Біз көрейік, давай барып көрейік деді. Соны бардық, сату менеджерлермен сөйлестік. Ол жерде бізге бір рет қана көрсетті. Мен оның ішінен өзімнің нишамды сұрадым, олар бар ма деп. Олар бар деді. Қандай бар? Компьютердің заттары бар ма дегенім, бар деп көрсетті. Болды, аламыз дедік. Алдық, алғамызға өкінген жоқпыз, иншалла. Біздің үйімізде болса, жұмыс орнымызда болса, біз Прометеймен қалай контрактқа отырдық. Содан кейін бізде 4 күннен кейін табысқа түсе бастадық. Біздер екеуміз ғана бір командада жұмыс жасаймыз. Және бір ноутбукпен екеуміз ақылдасқан түрде бастағанбыз. Қазіргі таңда бізде уже 3 ноутбук көбейіп жатырмыз. Бірақ сонда да 2 адамбыз біз. Сонда да 2 адамбыз. Бізде алғашқы товарымыз не болды? Сезонный товар таңдайықшы деген ниет болды менде. Содан бассейн или батут деген 2 спрос болды да, мен бассейн қазір конкурент көп, лучше батутқа көшейік, балалар ойнайтын ойыншық қой деп батуттан да бастадым. Қымбатын емес, арзаннан бастайықшы дедім да. 06V деген алып соны сала бастадық. Алғашқында 5 товар келді, артынша тағы 5 товар, сосын тағы 4-5 товар, сөйтіп 30 товар болған кезде шок болып қалдық. Алғашқы 15 товар жіберген кезде нормально, ой, сауда жақсы болып жатыр деп отырдық та, уже 20-шы товар келіп жатқан кезде, Аллахым сауда болмай қойсыншы дегенге жеттік. Сосын кейін мен сразу ауылға кеттім, ағаларыма барып түсіндіру жұмыстарын жасап, сол жақтан үлкен кісілермен сөйлесіп, инвестиция тартып келіп, сразу біз товарды ары қарай жеткіздік. Біз Прометейге келген кезде бұндай сауда болады деп ойламадық. Өйткені неге? Действительно ойламадық. Бірден заказ көбейіп кетті. Сосын кейін сол заказдарымызды амалдап жеткіздік осы Прометеймен. Біздің мақсатымыз болатын Алматыға келіп 1,5 миллион теңге табу деген. Қазір конкретно біздің арман жоқ дегенде 10 миллион теңге табуымыз керек. Осы Прометеймен жұмыс жасап жүріп, ала бұйыртса, бізде 5 маркетплейс бар. Біз бір ипімен жұмыс жасайтын едік, қазір қосымша тағы да 3 ипі қостық. Өйткені неге? Біздің мақсатымыз бар, бізге осы Прометей осындай жеңілдіктер беріп жатыр. Алла разы болсын Дәулет мырзаларға, Прометейді ұйымдастырған адамдарға. Үлкен рахмет сіздерге. Бізді осындай қиындықтан тез алып шыққандарыңызға көп рахмет айтамыз. Негізі осыны түсінген адамдарға неге жақсы ғой? Өйткені Прометей неге бүткіл товарларын бәрін дайындап қойған, біріншіден, екіншіден товарларыңызды өздері жеткізіп береді. Ол да бір әдемі. Біз уақытысында яланда арлап күні жүрген болатын болсақ, қазір олаймыз. Біз тек қана үйде, тек қана жылы жерде отырып, ноутбугымызбен товар саламыз және сол заказдарымызды жеткізіп беріп жатыр.